Сәлем достар. Ассалаумағалейкум барлық қазақ еліне. Көріп отқан көрермендерге мынандай лазерный уровень алдым. Лазерный уровень дей ма, не билет. Лазерный уровень деп айтады. Алғаныма көп болған жоқ. Мына пеш нетіп жатқан кезде сатып алғам 25 мыңға. Адамда басқалар болды комплектациясы. Мына ішінде штативі бар. Басқаларында штатив бөлек алып жүресің, сыймайды мынандай коробкасына. Мынада кейсі бар, мынандай пластмасса. Өте ыңғайлы. Бәрін бір жерде сақтайсың. Ішінде мынандай защитный қорғаныс поролон дей ма. Көріп тұрғаныңыздай ішінде штатив бар. Заряд қуаттағышы бар. Неше түрлі бұрайтын нелері бар. Ішінде механизм манаған. Стенаға ілетін темірлері де бар. 2 батарейка жүреді. Очки жүреді. И мындай пульт жүреді. Алыстан тұрып пульттен де басқаруға болады. Ана стенаға ілетін нелер қолданып жүрген адамдар біледі. Не мақсатқа нететін. Мен бұны сатып алғаныма көп болған жоқ. Сондықтан өзімде әлі толыққан зерттеп біткен жоқпын. Ана поворотный механизм. И мына штативтің өзі. Метте қолдану несі ағылшынша тілінде жазылған. Көріп тұрғаныңыздай. Лазер левел метр дейді. Мануал дейді. Не дейді, ақпараттық несі. Мына лазердің өзі. Лазерный уровень. Батарейка көрсетейін сіздерге. Уровеньде тұрмаса пиқылдап қанша, оны өшіріп салу үшін, пиқылдақты өшіру үшін мына өкілді басамыз. Болды. Құр мына сызық қана қосылды. И В-ны басамыз. Вертикальне басылады. Тағы басамыз, өшеді. Келесі бұлай алдынан тікнедеді. Тағы бассақ. Вертикаль и мына горизонталь өшеді. Алдынан да жанынан да жетеді. Мына H+ бассақ. Бұлай көлденең. Тағы бассақ, екіне тағы басқасақ, оң жақ жағымен алдыға тіге. Өте ыңғайлы. Ой, қойын түсті. Төбелеу. Бір нелі, екінен алдыға. Кафел қоятындарға өте ыңғайлы бұл. Осындай. Әйтті зарядтайтын несі бар. Кесегі. Бұның зарядтағышының басы мынандай. Обычный стандарт. Осылай алғаныма көп болған жоқ бұның. Бірақ өте көп көмегі тиді. Аяқты сызып алып, жерді белгілеп неткен. Бір ыңғайлысы, кейс ұнады маған, пластмасс сақтағанға да. Ішінде өздеріңіз көрдіңіздер ғой, жаңа комплектациясын. Штативі несі бар. Ұнаса лайк басыңыздар. Қазақша обзор. Менің алғашқы видео обзорым. Жақсы, бәріңе сау болыңдар.